Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Раббым шушы жиылуларыбызны, иншалла, харбірбіз ішінде хайырлы, файдалы жиылулардан қылсын. Иншалла, Раббым бұл жиылуға, бұл мәжлісімізге өзінің саяхатшы фәрештелерін жиберсін. Чөнки Пeygamber саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Жер үстендә Аллаһның махсус фәрештеләре бар. Алар кешеләр җыела торган урыннарда өчеп, кайда Аллаһны зикр итәләр, кайда Аллаһны бийеклиләр, кайда Аллаһның динен өйрәнәләр, шуларны карап, шуларны эзләп йөриләр диде. Һәм әгәр дә бер фәрештә бер урында Аллаһны искә алучыларны күрсә, халумму дип, килегез дип бүтән фәрештәләрне җыя башлый. Һәм шушы фәрештәләр алар канатлары белән шушында җыелган кешеләрне кулачлап алырлар ди. Һәм шул кадәр күп җыелырлар ди, җир белән күк арасын тутырырлар ди. Шуңа күрә иншалла бу мәҗлесебезгә Аллаһның фәрештәләре дә килсә иде. Һәм соңыннан мәҗлес беткәч беләбез, фәрештәләр Аллаһка кайталар һәм Аллаһ сорый. Анда кемнәр бар иде? Анда алар нәрсә сорыйлар? Нәрсәдән минем саклавымны сорыйлар? Җәннәт сорыйлар, җәһәннәмнән саклавымны. Һәм соңыннан нәрсә ди? Шаһид булыгыз, анда утырган бөтенесен кичердем ди. Шаһид булыгыз ди, я простил всех ди. Шуннан соң Пeygamber саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Вақала малакун минал малаика", шунда бер фәрештә әйтерде: "Я Аллаһ, ашыкма" дигән кебек. Анда бит бер кеше бар иде, ул алардан түгел ди. Ул сине зикр итер өчен, сине бийекләр өчен килмәгән ди, аның бер хаҗаты төшкән ди. Бәлки кемнәндер акчаласы бардыр, мәчеткә килсәм табырмын дип килгән. Бәлки бер хәерче мохтаҗ килгәндер, анда мәчеттә фәлән бай булачак. Килсәм әзрәк акча сорарым дип, ягъни Аллаһны бийекләр өчен килмәде, аны да гафу итәргә ашыкма дигән кебек инде фәрештә. Шуннан соң Аллаһ нәрсә ди? Аль-Җуласа ди. Ла яшка бихим җалисухум. Минем мәҗлесемдә утыручылар ди, анда беркем дә өлешсез калмас ди. Мин аны да гафу иттем ди. Шуңа күрә альхамдулилла, менә бу җыелуларның бәрәкәте Аллаһның мәгъфираты. Аллаһ Тәгалә гафу итә. Шушындый Аллаһны зикр итә торган мәҗлесләргә килгән кешеләрне. Зикр ул аны ярамый кайбер кешеләр кебек тарайтырга. Кемдер уйлый, зикр ул менә дисбе тоттым да яки куллар белән субханалла, альхамдулилла, Аллаһу акбар дип утыру гына юк. Зикр ул Аллаһны искә алу. Без хәзер зикр итәбез, Аллаһның динен өйрәнәбез. Без Пeygamberimiz саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрен өйрәнәбез. Кемдер тәҗвид өйрәтә балаларга, бу зикр. Кемдер хәрефләрне өйрәтә, айн, гайн дип, бу зикр. Кемдер тахарат тәртибен өйрәтә, истинҗа алырга өйрәтә, бу зикр мәҗлесе. Кемдер кыямәтне сөйли, бу зикр. Бөтенесе зикр, альхамдулилла. Кемдер Коръәнне аңлар өчен гарәп телен өйрәнә һәм өйрәтә, бу зикр. Шуңа күрә альхамдулилла, һәрберсе дә сәбәп булсын гынахларыбыз кичерелүгә һәм мөселманның даими рәвештә булырга тиеш шундый зикр мәҗлесләре. Дәрес буламы, вагазлар буламы. Альхамдулилла. Бүген сезгә Пeygamberimiz саллаллаһу алейхи ва саллямның бер хадисен укып китәсем килә. Бу хадисне Хариса ибн Харис аль-Аш'ари радиллаһу анху тапшырган. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйткән: Дөреслектә Аллаһ Тәгалә Яхья ибн Закарияга, Закария улы Яхьяга 5 нәрсәне әмер итте ди. Бу 5 нәрсәне үзең эшлә дип әйтте ди. Һәм үзеңнең халкыңа җиткер дип әйтте ди. Яхья нинди халыкка килгән? Бәну Исраилга килгән. Сыны Израилевый. Шулай бит инде. Чөнки Аллаһ Тәгалә бик күп пәйгамбәрләрне җибәрде Бәну Исраилга. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә 5 нәрсәне әмер итте Яхьяның үзенә эшләргә.
Син моның бишесен дә үзең үтәргә тиеш диде, чөнки пәйгамбәрләр башта үзләре үтиләр. Һәм Бәну Исраил халкына да шушы 5 нәрсәне җиткер диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, ниндидер сәбәп белән, күрәсең, ниндидер сәбәп булгандыр, Яхья бу эшне эшләмәде. Тоткарлады. Һәм бу әмерләр турында аның белән бергә булган икенче пәйгамбәр белә иде. Кем? Яхья белән бергә, җазакаллаһу хайр, Гайса булды. Алар бергә булдылар. Әйдәгез берничә сүз Яхья белән Гайса турында. Беренчедән, сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям килгәнче, беләбез, бик күп пәйгамбәрләр булдылар. Һәм аларның пәйгамбәребездән айырмалы буларак пәйгамбәрлекләре булды күп вакытта үз халкы өчен генә. Мәсәлән, бу шәһәргә бу пәйгамбәрне җибәрде Аллаһ Тәгалә. Һәм он отвечает только үз шәһәре өчен генә. Ә бу шәһәрдә яки бу авылда үзенең пәйгамбәре бар, яки берничә пәйгамбәр бар. Һәм аларның пәйгамбәрлекләре шушы авыл, шушы җир өчен генә иде. Бүгенге көндә инде, мәсәлән, авылның имамы булган кебек, яки бер билгеле бер районның, республиканың, илнең мөфтие булган кебек. Элек пәйгамбәрләр булдылар. Шуңа күрә бер заманда әллә ничә пәйгамбәр яшәде. Әллә ничә. Шуңа күрә күп пәйгамбәрләрнең исемен хәтта пәйгамбәребез дә белмәде. Моңа дәлилләр бар акыйдада, Коръән аятлары бар. Һәм без күрәбез, еш кына бер вакытта бер җирдә әллә ничә пәйгамбәр яшәде, алар бер-берсен белделәр, бер-берсен күреп тордылар. Кай вакыт киңәшләшә иделәр, бер-берсенә насихат бирә иделәр. Мәсәлән, менә бу Яхья белән Гайса да моңа мисал булып тора. Тагын нинди мисаллар китерергә була? Берничә пәйгамбәр бергә яшәде. Нинди мисаллар? Сөләйман һәм әтисе Дауд. Әтисе пәйгамбәр, малае пәйгамбәр. Хәтта беләбез, хәдисләрдә килә, ничек башта Даудка барып киңәшләште, аннан Сөләйманга барып киңәшләште. Кай вакыт бездә дә шулай бит инде, бер хәзрәтне ошамаса, икенче хәзрәткә баралар. Ягъни бер пәйгамбер үк вакытта Ибраһим, Исмаил, Исхак, бөтенесе пәйгамбәрләр. Шулай бит инде. Якуб алейхиссалам, оныклары китте инде хәзер. Улы Юсуф алейхиссалам, Аллаһу а'лам, хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, Якубның бөтен улы да пәйгамбер булды дип әйтүчеләр дә бар. Якубның, менә Юсуфны ялгыштылар алар, вәсвәсәгә бирелделәр, Юсуфны кыйга аттылар, ләкин кайбер галимнәр, зур галимнәр әйтәләр, Юсуфның бөтен братлары пәйгамбер булды дип әйтүчеләр бар. Шуңа күрә пәйгамбәрләр күп иде. Бер гаиләдә, карагыз, ужынга җыелдылар. Бөтенесе пәйгамбәрләр. Шулай бит инде. Бер гади кеше юк. Менә шуңа күрә Аллаһның рәхмәте, пәйгамбәрләр күп булды. Пәйгамбәребез килгәч кенә аның нәрсә булды? Пәйгамбәрлеге гомум булды. Беренчедән, ул бөтен пәйгамбәрлекләрне аннулировал. Все, бетте, аларның законнары эшләми. Икенчедән, ул бер үзе булды. Бүтән пәйгамбәр юк иде, һәм булмаячак та. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Гайсәгә ярдәмгә Яхьяны бирде. Алар туганнар. Шулаймы? Ничек туган алар? Гайса белән Яхья ничек туган? Мәрьям Закария ничек туган? Гыймран. Әйтәләр, Мәрьям бинт Гыймран. Мәрьям Гыймран кызы. Ләкин Закария Гыймран улы түгел. Әйтәләр инде, Мәрьямның каядыр бер туган, кыз туганының ире булды ди. Каядыр аның әнисенең кыз туганының ире булды ди. Короче, жизней булайын. Шулаймы? Мәрьямның жизнәсе Закария була. Һәм беләбез, Закарияның бик зур өлеше кирде нәрсәгә? Мәрьямны тәрбияләүгә. Шулаймы? Һәм Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, Мәрьямның туды улы әтисез Иса алейхиссалам, Закарияның башта юк бит тәрбияләргә. Күпме дуа кылды, күпме сорады, Аллаһ бирмәде. Картаймыш көнендә фәрештәләр килеп, ул тәһаҗҗүдтә басып торганда, нәрсә диделәр? Сиңа зур хәбәр белән килдек. Аллаһ Тәгалә сиңа
ул бирәшәк, аның исеме Яхья диде. Хәтта нәрсә диде? Закария, кая инде минем ди, шәшем сакалым агарып бетте, мин бабай бит инде ди. Вамраати акира ди. Минем хатыным ди, балага узалмый ди. Авыру ди. Шуннан соң фәрештәләр әйттеләр: "Кәзалика кала раббук." Моны ди Раббың әйтте ди. Бу Аллаһ нители шулай була. Шулай иттереп, двоюродныйлар була мин. Бер риваятта булынча двоюродныйлар була инде. Шулай бит? Әйе. Нә шулай иттереп, алар инде туганнар булды. Һәм Аллаһ Тәгалә аларны бергә җибәрде, алар бер-берсенә ярдәм итте. Ну, урыслар инде Гайсаны Иисус диләр, Яхьяны Иоанн Креститель дип әйтәләр инде. Шулаймы? Һәм хәтта аның бар христианнарда да башын кискәннән соң патша, хәтта аларда ул теге ни булып та тора әле, святые мощи мәле. Ну, якобы инде христианнар әйтәләр, аның башы табылган дип. Франция әйтә инде ул бездә ди. Аның башы ди, һаман елы юл дип әйтәләр инде. Ну, аларда ниләр инде, риваятлар просто табылган дип әйтәләр. Булай инде ул исламда нәрсә дип әйтелә? Башы киселде, ләкин ул күмелгән, җирләнгән дип әйтелә. Менә шулай итеп алар бергә булдылар. Һәм Аллаһ Тәгалә Гайсәгә түгел, Яхьягә әйтте: 5 әйберне син үтә диде, һәм Бәну Исраил халкына җиткер. Ниндидер сәбәп белән җиткермәде. Һәм Гайсә килде. Һәм әйтте: Яхья ди, Аллаһ Тәгалә ди, сиңа 5 нәрсәне әмер итте ди, үзеңә үтәргә һәм Бәну Исраил халкына җиткергә. Ләкин син моны җиткермәдең ди. Әгәр син моны эшләмәсәң, мин эшлим ди. Мин эшлим ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә Гайсәгә моны әмер итте. Яхья никтер эшләмәде, син эшлә диде. Шуннан соң Яхья алейхиссалам бик каты куркып калды. Һәм нәрсә диде? Гайса ди: "Миңа кушылганны син эшләсәң, мин куркам ди, яки мине җир йотачак ди, яки Аллаһның миңа зур газабы төшәчәк ди." Ни өчен? Чөнки беренче кемгә кушты Аллаһ моны? Яхьягә кушты, Гайсәгә түгел. Шулай бит? Һәм шул вакыт Яхья белән Гайса нишлиләр? Халыкны җыя башлыйлар. Бу кайда бара инде бу хәл? Иерусалим. Нинди мәчеттә? Акса мәчетендә. Ул вакытта инде Акса дип аталмады, пәйгамбәрбез килгәч кенә Акса, мечеть отдаленная дигән сүз Акса. Ерак дигән сүз, чөнки ул ерак булды. Шулай бит? Нидән? Кәгъбадан. Ул вакытта әле Акса дигән исеме юк яның. Димәк, Коръәндә генә килде ул Акса дип. Бәйтул Мақдис, шулай бит инде, Кудс мәчете. Һәм менә шушы мәчеткә 2 пәйгамбәр җыя башладылар Бәну Исраил халкын. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, аларды шул кадәр күп кешене җыйдылар ди, хәтта аның төп заллары тулгач, балконнар тулды ди. Чөнки балконнар булган бит инде, электә зданияларда шулай бит. Хәтта шулар тулды ди. Димәк, инде күпме кешене җыялдылар, җыйдылар. Шуннан соң ул ди алга чыгып, димәк инде минбәргә мендеме, Яхья үзенең насихатын башлый. Һәм башта инде пәйгамбәрбез әйтә, ул ди Аллаһка хәмд сәна әйтте ди, Аллаһны зурлады ди. Аннарысын әйтте ди, дөрестлектә Аллаһ 5 нәрсәне миңа әмер итте ди үтәргә, һәм сезгә җиткерергә кушты, сез дә аны үтәргә тиеш ди. 5 нәрсә. Бу инде урысча булса инде 5 заповеди була инде. Шулаймы? Бәну Исраилга килгән бу. Монда сүз бара пәйгамбәрбезнең өммәте турында түгел, Бәну Исраил халкы турында. Менә бүгенге көндә шул ук христианнар, алар бит инде без Гайсаның артыннан баручылар, Иоанн Крестительнең артыннан баручылар диләр. Менә шушы Иоанн була инде минбәргә менеп, аларга вагаз сөйләде. 5 әйбер, 5 фарыз. Фарыз була инде бу, 5 фарызны җиткерде. Һәм нәрсә диде? Иң беренчесе диде. Аллаһның иң беренче әмре нинди диде? Нинди? Сезгә сорау бирәм. Угадайте с одного раза. Һәр пәйгамбәргә Нухтан башлап, сөекле пәйгамбәребезгә кадәр иң беренче әмер нәрсә? Иң беренче әмер. Намаз икенче. Ла илаха иллаллах. Иң беренче әмер.
Ең бірінші әмір бүтін пейғамбарларда келділер. Ең бірінші нәрсе Аллахқа ғына ғибадат қылыңыз. Ешкімні, еш нәрсені Аллахқа теңлемеңіз деді. Не приобщайте к нему никого сотоварищей. Таухид. Әрбір пейғамбар келді ең бірінші шушай бір білен. Ла илаха иллаллах кәлимасы білен келді. Һәм нәрсе дейді? Мисал кетірді ширкке. Яхия алейхиссалам мисал кетірді. Маға мисал Аллахыға ширк қылуды, ширк деген сөз шарик. Неде де бар ол? Товарищ деп айталар. Неде? Өзбеклерде ме бар ол? Шарик деген сөз. Яғни товарищ. Аллахқа сотоварищ болайын кетіру. Нәрсе дейді? Мұның мисалы дей. Міне хужа базарға барып құл сатып алды дей. Айдағыз қойтабыз тігі заманларға. Ол вақытта әлі кімнер бар еді жәмғиятта, обществода? Құллық деген әйбір бар еді. Һәм құл болған кішілеріні саттылар базарда. Ол имущество еді. Міне сиыр сатқан кебек, дүйе сатқан кебек, сарық сатқан кебек. Аның бәйесі башқа болды. Çünkü ол кіші. Шулай бетінде. Һәм аларны сатып алып бір-бірсіне бүләк еттілер. Ләкин біләбіз ілігіліктен динде ең сауаплы садақаларының бірсі нәрсе құл болған кішіге азатлық беру. Сен аны нешлетесің? Құллықтан құтқарасың. Шулай бетінде. Пейғамбарымыздың да бик көп хадислері шул хақта келе. Мына шулай тіп хужады базарға барып құл сатып алды. Һәм аны үйіне алып қайтты. Һәм айтты дей, мына сенің бүлмәң, мына сенің ятағың, мына сеңа киім, мына сеңа ризық. Мен сеңа бүтін әйбірні бердім. Хәзір сен шунда барып ішле. Ішлеген ақшаңны мен алып қайт деп айтты дей. Сен менің құлым, мен сеңа бүтін әйбірні бердім. Хәзір ішледе мен алып қайт дей. Бұл кіші дей құл хужа берген орынны алды, киімні алды, ашады ішті де, хужа берген ішке кетті де, ләкин ішлеген ақшасын башқа хужаға алып кетеді. Мыңа орын берген, мұны сатып алған, мұны ашатқан, ішірткен хужаға түгіл, башқа хужаға алып кетеді. Бұл дұрыс ме дей? Бұл дұрыс ме дей? Бұл ғаділ ме? Сені бұл хужа өзінің үйіне кіртті. Бұл хужа сеңа бүтін әйбірні берді. Ол сені ашатта, ол сені кейіндірі. Әммә ләкин, нәрсе, сен ішлеген ақшаңы аңап қайта сұрында башқа хужа. Ол хужа сеңа бір нәрсе ішлемеді. Мына бұл дей, ширикнің мисалы дей. Яғни, нәрсе ширик? Ширик нәрсе ол? Ғаділсізлік. Это несправедливость. Шуңа көрі, қайта біз Лұқман сүресіне, хадистен шықтық тезгіне. Біз қазір әрбір бешісінде қарап шығабыз, иншалла. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyen iken demek bu bizge de emir. Şulay bitindi. Hem elbette tavhid Peygamberimiz en birinci alıp kelgen emir. Luqman suresi Allah Teala nerse deyip ve iz qala Luqmanu libnihi ve huve ya'izuhu. Mana dey Luqman hakim özünün oğluna vaaz söylep aytdı dey. Ya bunayya ey ulşığım benim la tushrik billah. Allah'a şirik kılma. Allah bilen birge başka bir zatqa da g'ibadat qilma. Ne için? İnne şirke la zulmun azim dey. Воистину ширк dey, это великая несправедливость dey. Bu bik zor ғаділсізлік dey. Ne için ғаділсізлік? Қарағыз, Allah Teala kişini yoqtan бар қыла. Әнесінің қарынында поклеткам жия. Allah Teala аңа көрірге көз, ишітірге құлақ, аяқлы қоллайты. Allah Teala аны әнесini аша тудырай, аңа әні бірі, әти бірі, әти әнеге жүрегіне көп мі мәхаббет сала шушы баланы өстірге. Қияшын шығара, күн білен түнні алыштыра, суларға хавасын бірі, ашата, ішірті. Міне ол Аллахның ризығында, Аллахның жерінде, Аллахның сақлауы астында, қадір астында, һәм Аллахқа ғибадат қылас орында нешлей? Қаядыр барып айға табына. Қаядыр барып қияшқа табына. Қаядыр барып ағашқа сәжді қыла. Қаядыр барып фәлән-фәләновичқа өзіне құл етіп пұт қойып ясы. Ташқа, ағашқа. Бұл нәрсе? Это несправедливо. Нешегенде Аллах бит сені ясады, ол ағаш түгіл. Аллах бит сені ақшушы көзлеріні берді. Не үшін ширк ең зор зұлымдық? Çünkü сен
шушы сине юктан бар иткән, кайгырткан, кадерлегән, ашаткан, ишерткән Аллаһка гына кул буласы урында син нәрсәнедер сорыйсың. Әле бу син сораган әйберне дә ул бирми сиңа, шулаймы? Сиңа аны да Аллаһ бирә. Кемдер бәхет сорый Кыш бабайдан. Хотя бүтін кіші біле Кыш бабайның вымышленный персонаж екен. Шо бит инде? Кімдір өзінің бәлә казаларынан құтылуны сорый. Вот будем просить у Деда Мороза, да, вот скоро он нам все решит. Мороз үзейсір біткәйнен. Нита. Менә шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгалә бу ярамый, ничек бу зулымлык, бу гаделлек түгел. Аллаһтан гына сорарга кирәк. Шуңа күрә иң беренче һәрбер алар бит пәйгамбәрләр җир өстенә нәрсә алып килде? Алар дөрестлек алып килделәр. Алар гаделлек. Иң зур гаделлек нәрсә? Кайчан куллар шын хуҗага гына гыйбадәт кылалар. Аллаһка гыйбадәт кылалар. Башкалар берсе дә гыйбадәткә лайык түгел. Нет больше достойных поклонений, истинных божеств. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иң беренче гаделлек пәйгамбәрләр алып килделәр. Ул да булса таухид. Алга таба бу беренчесе булды. Икенчесе шулай ук мин сезне чакырам намазларыгызны торгызырга диде. Икенче әмер пәйгамбәрләр алып килгән ул Аллаһ Тәгаләгә намаз уку. Әгәр дә кемдер уйлый икән намаз укуны сөйкле пәйгамбәребез генә алып килде дип, ул ялгыша. Галимнәребез әйтә, җир өстенә намаздан башка бер пәйгамбәр дә килмәде. То есть каждый пророк он пришел с намазом. Һәм бер пәйгамбәр дә, менә әгәр дә пәйгамбәрләрнең тарихын алсак, аның битен һәрберсенең кайсы гасырда донашый эры, анда Гайса бит инде уртада басып тора, шулай бит. Менә Ибрахим булсынмы, Исмагыйль булсынмы, Нухларга китсәкме, Муса алейхиссаламнар, беләбез, алар һәрберсе намаз укыды. Намазсыз Аллаһның дине бер кашанда булмады. Һәм булмаячак та. Бер пәйгамбәр дә минбәргә менеп, җәмәгать намаз укымасагыз да була. Сезне анда җәннәт көтә дип бер пәйгамбәр дә әйтмәде. Һәр пәйгамбәр чакырды намазга. Һәр пәйгамбәрнең намазының кыямы булды. Рукугы булды, сәҗдәсе булды. Берсенең дә намазы килеп кул күтәрү генә дә булмады. Яки ниндидер анда каядыр барып физкультура ясау да булмады. Руку, кыям, сәҗдә алар һәр вакыт булды. Алай гына да түгел. Беләбез, бар хадис, Имам Ахмадтан килә ул. Пәйгамбәребезгә намаз фарыз кылынганнан соң, аны кем килеп өйрәтте намаз укырга? Хадистә. Имам кем булды? Җабраил алейхиссалам. Ничә көн намаз дәресләре алып барды ул? Вакытларын күрсәтеп. 2 көн, шулаймы? Беренче көнне килгәч, пәйгамбәребез әйтә, ул намазның вакытының башларында килде ди. Искә төшәме хадис? Намаз вакытлары кая бар? Коръәндә бармы? Юк. Ул бит хадистә килә. Менә шушы хадистән килә, основной хадис. Башта ул килде иртәнге намазның башында. Иләнең башында, икенденең башында, акшамның башында, ястүнең башында. Икенче көнне килде ахырларында. Һәм икенче көнне соңгы намазны битергәннән соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Җабраил ди, сәлам бирде ди. Һәм миңа борылды ди. Менә имам сәлам бирә бит. Миңа борылды да әйтте ди, я Мөхәммәд, бу синең өммәтеңнең намаз вакытлары һәм сиңа кадәр килгән халыкларныкы диде. Бу хадискә нигезләнеп галимнәр әйтәләр, даже башка милләтләрдә дә 5 намаз булды диләр. Һәм аның вакытлары да шул булды диләр. То есть менә бу инна салата канат галал муъминина китабан мавқута диде бит Аллаһ Тәгалә. Дөреслекдә Аллаһ Тәгалә бу намазны вакыты белән фарыз кылды ди. Безгә бит 5 намаз фарыз түгел, безгә 5 вакыт намаз фарыз. Шулаймы? Иртәнге намазның үз вакыты бар. Иләнең үз вакыты бар. Менә бу вакытларны кем билгеләде? Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә сайлады һәм бу вакытларны карагыз. Намаз өчен бәрәкәтле вакыт итте. Менә иртәнге, менә илә, менә икенде, менә акшам, менә ясту.
Һәм бу вакытлар кешелек тарихында давам итеп килде. Карагыз, Гайса вакытында да Яхья белән, Муса вакытында да, Нух вакытында да. Шуңа күрә бу изге вакытларны Аллаһ сайлады, һәм шушы изге вакытта нинди гыйбадат кылырга Аллаһ Тәгалә безгә моны сайлады. Фатиха сүрәсе юк иде, ләкин намаз бар иде. Һәм тагын бер дәлил, Исра вакытында, Миграж түгел, Миграж күккә ашу. Исра вакытында Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезне күчерде Аксага. Менә ул Акса, шунда исем кирде. Шулаймы? Мечеть отдаленная дигән сүз. Аксал, Ясин сүрәсе. Ваҗа мин Аксал Мәдинәтин. Менә килде ди шәһәрнең читеннән ди, читтәге мәчет. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезне күчерде дә Аксага. Уланда кемнәр белән күреште әле? Пәйгамбәрләр белән күреште. Һәм нишләде? Имам булып намаз укытты. Ул аларга китаплар тараттымы? Намаз тәртибе белән. Кирәк идеме? Юк, ул имам булып басты. Артта пәйгамбәрләр аңа уйып намаз укыдылар. Шулай бит? Шуңа күрә кыям да, рукуг да, сәҗдә дә бар иде. Хәтта галимнәр әйтәләр, менә бу кулны кую, ул сөннәт. Ул сөннәт, күпчелек галим моны сөннәт дип әйтә. Димәк, син кулыңны куймасаң да була. Ләкин менә бу әйбер хәтта элекеге пәйгамбәрләрдә дә бар иде. Ни өчен? Это положение смиренного раба диләр. Да, кемдер хәсрә укый ди, кайсы мәзһәб белән укыды микән Муса? Ишанда түгел. Хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, менә мәсәлән, бар бит безнең кайбер егетләр, юк, менә булай хәерлерәк, кемдер булай. Кайбер галимнәр әйтәләр, хәтта пәйгамбәребезнең кулны куюына ничә сахих хадис килсә дә, түгел куюы турында сахих хадис килми дип әйтүчеләр дә бар. Шуңа күрә нәрсә? Бу элек-электән килгән тугры кылның халәте дип килә бу. Шуңа күрә нәрсә? Намаз булган һәр вакыт. Дин намазсыз булмаган. Һәм бер кайчан да булмаячак. Һәм без кешеләрнең йөрәкләренә сеңдерергә тиеш. Җәмәгать, Аллаһның дине һәм Аллаһның кыллары бер кайчан да намазсыз булмадылар. Чөнки кемдер әйтергә мөмкин, хәзер бит намазсыз да була ди. Мәсәлән, Евроислам, анда бар мәсәлән, хәзер ниләр, Куранiyun дип әйтәбез инде без аларны. Аларга андый исем дә биреп булмый. Ләкин биргәннәр инде Куранчылар дип әйтәләр бит. Хадисләрне инкар итеп, алар бүгенге көндә әйтәләр, намаз уку. Кайчан телисең, шунда укырга була. Иртәнге намазны, мәсәлән, укырга кирәк йокың туйгач. Аның вакыты юк дип әйтәләр. Кайчан сиңа удобно, шунда укыйсың. Уразалар тоту инде вообще мәшәкать белән мәскәдән була. Шуңа күрә Аллаһның дине намазсыз бер кайчан да булмады. Бер пәйгамбәр дә намазсыз килмәде. Бер пәйгамбәр дә минбәргә менеп, җәмәгать, намаз укымасагыз да була, сез мөселман дип әйтмәде. Шуңа күрә бу һәр вакыт дин кешенең иманы булган икән, аның иманы янында нәрсәсе булды? Намазы булды. Һәм намаз ул синең мөселманлыгыңны, синең иманыңны күрсәткеч булды. Һәм нәрсә диде? Әле мин онытканмын, әйтергә хадистән чыктым. Икенчесе диде, мин сезгә намазыгызны торгызырга кушам диде. Һәм әгәр дә сез намазга бассагыз диде, Яхья әйтә, як-якка борылмагыз ди. Як-якка борылмагыз ди. Намазны урлау диде пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Шаймы? Иң начар кеше, кайсы кеше диде? Бур диде. Нинди бур? Кеше әйберсен урлаучы түгел. Намазыннан урлаучы. Як-якка карап, намазын урлый. Яхья алейхиссалам нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә ди, ул бәндәсенә каравын дәвам иттерде. Әгәр дә ул бәндә йөзен Аллаһтан башка якка юнәлтмәсә ди. Шуңа күрә кыйбла ул без Аллаһ каршында дип әйтәбез. Ул кыйбла условны. Шулай бит инде. Мәккә, Кәгъбатулла, Караташ, это условно. Без бит Караташка табынмыйбыз. Бу просто безнең ничек юнәлеш. Ләкин без намазда кем каршында дип үзебезне тоябыз? Караташ каршындамы? Юк. Аллаһ каршында. Шуңа күрә син йөзең белән, күкрәгең белән кемгә юнәлдең? Аллаһ каршында. Шулай бит инде кыйблага юнәлдең син. Әлбәттә без инде ничек бер булды бит? Хәзер әйтәм. Абдулла ибн Мас'уд. Абдулла ибн Мас'уд төнлә белән намаз укыганда стенадан баш чыга.
Абдулла ибн Масғуд бұғай, ялғышмасам, стенадан баш шыға, шондай бір ес шыға мотор, хам айта, Абдулла дей, мен сенің Раббың дей. Шыннан соң, ол айтайын да, кит мәлғун дей. Яғни білеміз, Аллах алай көрінмей. Шылай бет енді, бұл дүнияда аны көріші жоқ. Мына шоңа көре, ләкин біз білеміз, біз Аллах қоршында. Һәм демек, сен yüzіңні кімге сарыф еттің? Аллахқа. Әгер де сен yüzіңні бұлайға бұрсаң, мәселен, кімдір мәшітке келіп кірді. Демек, сен Аллахтан yüzіңні алып, кімгедір юнәлттің. Шылай ма? Шылай келіп шыға, Аллахтан башқа затқа сарыф еттің деп келе, ғарап тілінде ол. Сарыф еттің yüzіңні деп. Мына мұнда, әлбәтті, көкірек қибладан кетмесе, намаз бұзылмай. Көкірек кетсе бұзыла. Мәселен, кімдір қарағаны, біз айтмейміз, фиқх бойынша бұзылады. Ләкин сен yüzіңні башқаға сарыф еттің. Сен намаздан ұрладың. Шоңа көре, Яхия нәрсе дей, пока yüzің Аллахқа дей, Аллах та сеңа бұлыр дей. Әгер де сенің yüzің кетсе, Аллах та сеннен өзінің қарашын алыр дей. Мына шындай мәғнәді айтайынды, Яхия алейхиссалам. Демек, ничек деп келейін, русшада не поворачивайтесь по сторонам, ибо великий Аллах обращается к своему рабу до тех пор, пока тот не отвернется от него. Шуңа көре, біз енді Аллах қоршына бастық деп, біз өзімізні шулай қабыл етеміз. Бұл болды екіншісі. Демек, намаз. Шулай бет енді, альхамдулилля. Кеттік алға таба. Үшіншісі нендей? Яхия уаға сөйлей. Екісі болды. Үшіншісі нәрсе? Мен сізге әмір етем, ураза тұтырға дей. Ураза тұту нәрсе? Фарыз болды. Һәм ураза, бәлки қой бір өзгәрішлері болса дағын, нендедір, ләкин ураза тұту қар уақыт болды. Болды. Һәм Аллах Тағалада Құр'анда нәрсе дейді? Кім аятны хатırlый? Я айюхаллазина аману, иман кетірген бәндәләр, кутиба алейкумус сиям, предписан был вам пост, кәмә кутиба, так же, как был предписан алялладина мин кабликум, тем, которые были до вас. Сізге қадар болғанларға фарыз болған кебек, міне Яхия. Яхияның сөзіне дәлел. Сізге де ураза тұту фарыз болды. Демек, намаз, иман, башта таухид, аннан намаз. Қырнақ бастырып қойдық қазір нәрсені? Ураза. Бұлар бүтінісі де иманлы бәндәлер давам еткен әмәнет. Қарағыз, бұл дүния біткенші давам етерге тиіш. Міне Нух алейхиссалам алды, міне алдағы буынларға берді, міне бұлар берді, міне бізге келіп жетті. Біз таухидны нені қалдық, қабыл еттік, намазны, әлхамдулилля, пейғамбарыбыз аны яңартты, нығытты, камилләштірді, бізге тапшырды, сахабалар табиғинларға. Ураза да нәқшылай бара. Ураза да, ураза болды. Хатта бүгінгі күнде, мәселен, мұнда бет Бәну Исраил, христиандар деп айт, біз бетінде шоңа еребіз дейлер. Мен қаядыр көрдім бір батюшканың сөзін. Ол нәрсе деп айта, мәселен, бар бет пост ураза неде, алар не ашамайлар, нәрселі? Итлер изаға ашамайлар. Шоя бетінде, аларның пост деп айталар. Лекин, ол ютубта бар ол. Анда бір батюшка айта, ранние христиане, они постились, как сегодня мусульмане постятся. Курганыз бар мана? Бар ол. То есть, такой пост, как мы держим, он не такой был. Ранние христиане, они исповедовали пост, который сегодня исповедуют мусульмане. То есть, и ташамауғына түгіл, біз тұтқан кебек бүтіннәй ураза тұтқандар. Чүнки ол болған. Міне, Яхия алейхиссалам ураза тұтығыз деген. Һәм ураза тұтушының мисалы дей, қарағыз. Ураза тұтушының мисалы дей, қолына бір түргек, яншық тұтқан кіші кебектей. Аның ол яншығында, сумышкісында деп айтегенде, миск дей, миск. Нәрсе ол миск? Қошбой. Шулай бетінде миск дей. Һәм, нәрсе оғымда бүтін, не емені? Рахмат яусын. Миск дей. Һәм бүтін кіші дей, аның шол сумкасынан келген исіні сезіп, бұнын дейіс деп айтады. То есть, кіші бетінде, мәселен, сумкасына салған нендедір қошбой, мына қоядыр келгенде бүтін кіші бұл исіні сезіп, бұнын де қош есті. Мына
Яхия айта, қарағыз, субханалла, ораза тұтушының дей ауызынан келген ис дей Аллах қаршында миск исінен де хайырлырак дей. Бұл хадисні білейгіз ме? Білейгіз. Мұны кім айтты? Пейғамбарымыз айтты. Яхия да шул сөзін айтқан. Яхия да шул сөзін айтқан. Мына дей сумыш кісіна миск салғанда бүтін кіші айтты. Бұл нендейіз, бұл нендейіз. Ненде хош ис бұл? Бұл біздің арабызда ораза тұтушы бар. Шуның исі бұл. Аллах қаршында миск исінен де хайырлырак дей. Шуңа көрі, алхамдулилля, қарағыз, Яхияның да минбәрден әйткен сөзлері шул болды. Киттік алға таба, үшінші фарыз, нендей? Дүртінші ме? Вот дүртіншісі екен есігізде қалған, машалла. Бухгалтерия білен әйбәт. Дүртінші фарыз, нендей? Ла илаха иллаллах, биш намаз, ураза. Нәрсе қалды? Закат. Мен сізге әмір етем дей. Садақаны беріңіз дей. Садақа екі түрлі бола. Шуай бітенде? Ғұмым алғанда садақа екі түрлі бола. Бар фарыз садақа, ол нәрсе деп атала? Закат. Закат шулық садақа ол. Ләкин ол фарыз. Шуай бітенде? Бар нәфіл садақасы. Нәфіл садақасы. Шуңа көрі Яхия алейхиссалам әйткен сөзді пейғамбарыбыз садақа деген сөзні қолданса да, ол закат. Шуңа көрі мен сізге әмір етем дей, садақаны берірге дей. Һәм садақа беруші дей, ол дұшманға әсір болып ілеккен кіші кібік дей. Он подобен пленнику дей. Міне дей, дұшман аны дей пленға алған дей, һәм аңа қарар шығарды дей, өлім жазасы білен дей. Өлім жазасы. Демек, қазір мұны ништәтәләр? Казинға алып баралар. Ярар, аны енді бәйләп, алып киттілер, аны жазаны беріге дей, ләкин мұның ақшасы бар дей. Һәм ол айтты дей, әйдәгіз, мен өзімні өзім сізден сатып алам дей. Менің дей ақшаларым бар дей, мен өзімні өзім сатып алам дей. Һәм шулай тұрып, бире, ол өзінің ғұмырын сатып алып азат етті дей. То есть, аны дұшмандар нишләтергә тиешләре? Үтергә тиешләре. Ләкин ол булган байлығы белән нишләде? Үзен үзе откупил. Бу нәрсәне аңлата? Һәр бер кешенең гынахасы бар. Һәр бер кешенең Аллаһы Тәгаләнең гаделлеге белән карасак, газабына ирешергә сәбәбе бар. Бар. Чөнки Аллаһ нәрсә ди Коръәндә? Әгәр дә бүген бирсәм дә һәр берегезгә тиешлесен, җир өстендә бер исән затта калмас иде. Шулай бит? Гынахларыбыз күп. Ләкин кемгә Аллаһ биргән акча сатып алсын. Кутылсын гынахларыннан. Пускай откупает себя. Бу мөмкинлекме? Ураза, закат, садақа бирү, Аллаһ юлында ярдәм итү. Бу сәбәпме гынахлардан кутылырга? Сәбәп. Ничә тапкыр җәннәтне сатып алды Госман ибн Гаффан? Ике тапкырмы? Жихад вакытында алып келді. Мына шуның кадар алтыннар, көмешләр мөбәттиреп китереп қойды, тәгәрәп киттеләр. Икенчесе Рум кыйысы. Шулаймы? Мәккәдән Мәдинәгә күчкәч, проблема нинди иде? Социаль проблема иде. Халыкка су юк. Вообще Мәдинәдә бәрәкәт юк иде, пәйгамбәрбез дуа кылганчы. Мәккәдә юк иде, кем дуа кылганчы? Ибраһим дуа кылганчы. Ибраһим дуа кылды, Мәккәгә бәрәкәт килде. Пәйгамбәрбез дуа кылды, Мәдинәгә бәрәкәт килде. Мәдинәдә су юк, климат начар, эшергә су әз, һәм иң яхшы кыйы чиста су белән. Бар кыйлар чиста түгел сулары, эшергә яраксыз. Күпме сахабалар үлде. Ширләп үлделәр, пәйгамбәрбезнең белән бергә килгән. Шуңа күрә нидер эшләргә кирәк? Иң яхшы кыйы Рум кыйысы. Пәйгамбәрбез әйтә, кая хуҗасы ди Рум кыйысының. Ул суны бирде, 2 савыт тора. Менә бу савытны тутырып аңа ризык бирсәң, бу савытны тутырып су бирде. Кешегә авыр, су бит күп кирәк, тем более җылы як, шүл, шулай бит инде. Кешегә авыр, семьясын тутырга су җитми. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә, кая хуҗасы? Менә не ди? Әйдә сатып алам синнән ди. Алмашка нәрсә бирәм? Кыйыңны бир, сиңа җәннәт ди. Кыйыңны бир, сиңа җәннәт, бәясе җәннәт ди. Аллаһ Тәгалә димәк, нишли? Җибәрә пәйгамбәрбезне бар сатулаш ди. Кыйысын бирсә, сиңа аңа җәннәт бирәм ди. Нәрсә диде? Минем гаиләмнең башка кереме юк диде.
мен мұны бере алмаймын деді. Ризалашмады. Кімге насип енді? Шулай бет. Бұл переговорны кім ешітті? Осман ибн Ғаффан. Һәм айтты, я Расулалла деді. Әгер де мен құйыны сатсам, меңа да шул бәяме дейді. Сеңа да шул бәя дейді, Аллахның бәясы бір дейді. Кетіріп үйді ақшаны тігінің, анда бәя уже не... Ол нелер? Күміш, алтындар уже ничего не значили. Когда мұнда нәрсе тұра? Жәннат. Шуңа көре Осман келді, мә, ақша көп мі керек? Бар. Ләкин құйыны бер. Һәм пейғамбарыбыз шасный құйыны ясады, мұсылмандарының құйысы етті. Бүтін кіші бушлай келіп ала башлады. Шуңа көре ақшасы бар ма? Бар еді. Сатып алды ма? Жәннатны. Сатып алды. Бүгін де кімге Аллах мал берген? Кімнің іші бара, бүтін кішіге бермей бет оланы? Бүтін кішіге бермей. Пейғамбарыбыз минберден Құран аятларын оқығанда, хадислерін оқығанда, өзінің сөздерін жеткіргенде, садақа үшін нинди сауаплар бола, нинди бәрәкәтләр бола, неше кетіп садақа жаханнамның утын сөндіре, аларын оқығанда бет мұқтаж, хайыршы болған, фақир болған сахабалар бик қаты қайғыралар. Нешін қайғыралар? Чөнки аларында бересі келді. Әгер де бүгін Радиф хазіретме, башқа хазіретме минберге шығып зәкәт турында сөйлесе, қайбір қардашлар отыралар, бұл бізге қағылмай. Әне байларға қағыла деп. Сахабалар қайғырып отырғандар, бұл бит миңа қағылмай деп. Бір вақыт шулай бір қардаш айта, хазірет, бұл шу қадар зәкәтке көп ілектім дей. Шулай деп айтайын, деген налогқа ілектім дейлер бет. Шу қадар зәкәт болды, айтам, брат, шатлан. Чөнки зәкәт ол форыз намаз кебек бит. Бар нәфил, сен күпмегенә нәфил оқысаң да, ол форызны алыштыра ма? Юк, конечно. Ол шуның кебек, бұл бит форыз садақа. Аллах сиңа берді. Чөнки бизнеста да, мында көп жігіттер білесіз, аңлайсыз. Мәсәлән, бар шундый бизнес, оның зәкәті көп. Бар шундый бизнес, может быть, аның прибылі көптір, зәкәті әз. Мәсәлән, мен Қазанда да қарап тұрам. Мәсәлән, бар егіт, ол товар сота кибетінде. Мәсәлән, продуктовый кибет тұта ол. Аның кибетінде 5 миллионлық продукты тұра. Товар облагается ма? Полкадағы товар облагается налогом, зәкәтім? Облагается. Харрам абайның, мәсәлән, 5 миллионлық товар ятауы оның 40-тан бірілішін шығарып береге тейір. Но не факт, что ол аның 5 миллионлық товары шуның қатлық прибыль кетірі. Шой ма? Амында, мәсәлән, ресторан қожасы. 30 миллионлық оборудование тұра. Облагается ма зәкәтім? Yok. Может, аның прибылі да көптір. Но ведь это же не значит, что Мухаррам абайның зәкәті көп, это плохо. Может, Алланың рахметі дұр олаңа. Ол форызны көп мі бере? Шуңа көре, Алланың рахметі. Міне шуңа көре, Аллах берді ме? Сатып ал. Купи рай. Рай продается. Қоянда, тағын қоян әшәшлеп бұла. Нинди әжірлі ғамәллер бар. Нинди бизнеста бит нос по ветру тұтабыз. Қоян нинди әйбәт нелер келіп шықса, давай мен мұнда. Ахиретте де шулай бұл. Аллах берген мақшаңны, бүтін кішіге бермей Аллах. Келді бит нелер? Сахабалар, мұхажирлар келділер. Ихлас. Аллах юлында қайғырып келділер. Я Расулалла дей, бүтін сауапны байлар алып бітіреді. Біздің кебек намаз оқилар дей. Бізді ашылай оқи. Біздің кебек ураза тұталар дей. Ләкин артық малларынан садақа берелер дей. Біз бере алмайбыз дей. Құлларына азат етелер дей. Біз азат ете алмайбыз дей. Алар бізді ұзып кеттілер дей. Бүтін сауап аларға дей. Алар бит дұшманлық біле келмеді. Алар өзлері үшін қайғырып келді. Бүтін сауап тігілерге дей. Бізге қалмай дей. Пейғамбарымыз нәрсе дейді? Мен сізге үйретем шундай іш дей, по секрету. Шуны ішләсәгіз дей, сізні ұзып кеткен байларыны қуып жетәшәксіз дей. Сіздің орттағыларыны ортта қалдырашақсыз дей. Нетәсіз дей. Вырвете салардан дей, все дей, алар ортта қалашақ дей. Нешлерге? Намазын оқығандан соң 33 тапқыр Субханалла, 33 тапқыр Алхамдулилля, 33 тапқыр Аллаху Акбар деп айтыңыз. Машалла, Аллаху Акбар. Ақшабыз болмаса да, біз аларны қуып жетеміз қазір. Все, зикір кетті, намаз оқыды. Но проблема. Тігі байлар іштілер мұны.
Да, пайғамбарыбыз бұларға айтты, ана көңіллерін көтеріп, оларға юл ашты, міне дей сауапты. Но байлар тоже жеулер түгіл бит. Намаз оқыдылар да, чүтті бұлар нәрседер айталар. Сен нәрсе айтасың анда? Жоқ, айтмайм, мен сен алай деп айтып, бұны бит енді. Міне дей пайғамбарыбызға келген ек шулай. Ол бізге үйретті, ұқта бізді айтайық әлі, субхана. Шундан соң яңадан кеттілер пайғамбарыбызға. Я Расулалла, олар ишіттілер дей. Олар да шулай ішлей башлады. Қоясың енді бізге дей. Тағын оларға бүтін сауап дей. Пайғамбарымыз нәрсе дейді? Залика фадлуллах дей. А это уже милость Аллаха дей. Ютихи майяша. Аллах кімге тілегені береді. Шоған көре, сенің бүгін ішің бар екен, сен бүгін оқшаң бар екен. Сенің бүгін бизнесің бар екен. Бұл сеңа Аллахның рахметі. Покупай рай. Сатып ал. Әнеңе бер садаққа. Бүтін кіші бере алмай. Әтейіңе садаққа бер. Туғандарыңа ярдәм ет. Мәселен, мен қой бір қардашларға айтам, қошан туғандарыңа бөлек таратқаның бар. Білмейм де, метем бар тарат, оқшаң бар бейді. Субханалла. Бір қардаш айта, бизнеста яқшы машина білем, мені қоядыр ап парайынды бұл. Келі болды. Машинасы менікінден әйбәтірек. Халі бар, метем, ғымырға как шасты ересің? Білмеймін де, бір 5 жыл болды ма? Метем, брат, Аллахтан қорық. Аллах сеңа мүмкіндік бере. Ел сайын, елына хотя бы бір мәртебе ғымыраны кірт, бизнесіңді кірт ақшаңны. Көп мі тұра бүгін ғымыра? 100 мың? 150 мың болсын, метем. Қара, Аллах тағала бет сеңа беріп тұра. Ел сайын бар ғымырға сотып ал жәннетіні. Ғымыра бет ол. Қожға баларасың екен, бар қожға. Хотыныңны алып бар, әнейіңні алып бар. Мен білем бір қардашыны, туғандарын жиып алып бара. Так сен бүгін ғымырға барасың. Йо, мен барасың, ештің ме? Бара, алхамдулилля. Опаларын түйеп, әлі шотлана хазірет, түйедім бүтінісін дей. Бүтінісіне путевка алдым дей. Алхамдулилля, Аллахның рахметі бет ол. Бұлдыраласың ма сатып аларға? Ал, жәннетіне. Ал, субханалла, Аллахның рахметі бет енді ол. Туғаныңа. Мәселен, Ғосманны не үшін нелер? Оппозиционерлар, айда шылай деп айтегенде, мягко. Оппонентлар, в чем его обвиняли халифа болғанда Ғосман? Одно из обвинений Ғосманға, Ибн Ғаффан, ол бик қоты туғанларына ярдам еткен, финансово. И алараны нешек кетіріп қойғандар, как будто ол бюджет дәулет ақшасына ярдам етті, халифат ақшасына. Субханалла, Ғосман исен шақта жәннет білән сүйіндірілген. Нешек ол дәулет ақшасын ұрласын. Ол единственный халиф, дұрт халифтен аңа зарплата керек болмаған. Абу Бәкір не справился. Базарда да сатырға керек. Дәулет шындап барға керек. Айттылар, все болды тоқтайсың базарыңны. Все бізге керек ме сенің анда базарда? Сен дәулет білән идара етірге тиіш. Все сеңа зарплата. Ғұмар бұлдыр алмады, икісінде тартырға. А Ғосманға аңа керек мені. Это был, айталар бетін орыслар, от Бога. Ол коммерсанты. Ол ақшаш, шоған көре халифатында нешлетті ол. Онда система түзіді, экономический система түзіді. Даже башқа дәулетлерден келіп, нешлелері халифатқа келіп, жизия төлеп, имансызлар жер ішкертелері. Шоған көре қарағыз, сатып алды. Мына мұнда дағы нәрсе деп айта, зәкат дегеш, мына сен әлектің пленға, қазір сені халак етелер. А сен сатып аласың дейді. Мына сатып алды өзін. Шоған көре садаққа ол, жәннетні сатып алу. Алырға керек. Қоя нешік бұлдыр аласың, қоя үлішіңе кірт аласың. Мына просто біргіне қызығай бір жігітлер, біз бүгін ислам үмметі мұны оңлай алмай. Біздің Қозандағы айтишниклар, мына мұндай сақалды, бик күшлі айтишниклар, на правах рекламы. Алхамды ақшаларын ішлей білелер. Алар қазір благотворительный фондларға, зор мәшітлерге, алар қазір ясайлар сайтлар. Мощный сайтлар ясайлар. Алар ясадылар Мәскәуде, біләбіз бетінде мәшіт салу проблема Мәскәуде. Біздің татар жігітлері, қарағыз жігітлері, Кавказларда түгел. Бары татар хитрый, молодец ол татарлар. Татардың күші бараның, бары-бір аның күші, может, білекте түгілдір, хотя болған заман ярты нені тұтып тұрғандар, еме? Но татарлар аларда хикмет бар, бары-бір. И біз шушы хикметіні қолланырға тиіш, Кавказлар да мұның біздің хикметіні оңларға тиішлер. Мына қарағыз, бүгін 4-5 мәшіт Мәскәуде. Халық білмей нешлерге, намаз оқы қоя оқырға. Келе біздің жігітлер, даже Татарстан жігітлері,
Яш малайлар алар, бүтінісі яш малайлар алар. Оқып қайталар да. Мәскеуге келелер, жігіттер қоя намаз оқимыз. Мәшіт бермейлер. Ну, пока шундайрақ ситуация. Ярар. Бұлар Авитоданмы, базарданмы іздей башлайлар помещениялар, арендаға. Все, бұлар оформляют приход официально, все законно. Бұл приходқа арендовать етелер пятерочканың астындағы подвалны. 500 кіші шында намаз оқи башлай. Решение табылды ма? Әзгіне болса да табылды. Аннан екіншісі, үшіншісі. Бүгін 24 шындай помещение бар. Мына қардаштар білен бардық, мында отыра қардаштар. Менің әзірек орын бар сәжда қылырға. Мен имам болдым жұмғада. Бір-бірсінің орқасына сәжда қылалар. Анда просто ужас. Қоя ботинка қойырға, қоя машина қойырға, қоя тахарет олырға. Мына ойлап қарағыз, ол зал мындан зоррақ енді, анда 1200 кіші. Біреу айта, включите вентиляцию. Мүскін завхоз абзын дейді, она вся включена, все, что есть, включили дейді. Она бесполезна. Ишік түбінде ботинкаң қоя қойырға деп айтырға. Ойлап қара, мына шындай бүлмеге 1200 кіші кірді. Бір-бірсінің биліне сәжда қылалар. Сәжда қыларға орын жоқ. Міне Мәскеу шулай намаз оқиды. Мен әлі жігіттерге айттым, шүкір етігіз. Рахаттанып машина қоясың, әлі олан тұр етіп қоймай, қиғы етіп қоя. 2 машиналық, ботинкасын ташлап кіріп кете. Тахарат аланда, аңа тігі керек, бұл керек. Әне, біздің столичный братлар бір-бірсінің биліне башларын қоялар, сәжда қойырға орын жоқ. Или ништелер, аяқларını специально айыралар. Может, ханафини біз алардар, не мәрәді қадыры. Потому что остқа аяқ астына башын тығырға керек. Мына шу айттырып башын тыға, потому что сәжда қыларға керек. Мына 24 біздің татар малайлары 24 намаз бөлмесі аштылар. Қой бірсінде 1000 кіші намаз оқи. Әлхамдülillah дәріслер бара. Решение болды ма? Алланың рахматы болды. Қазір екінші этап. Егіттер әйттілер, әйдәгіз сотып ала башлайбыз бұларны. Алланың рахматы, нашушы біздің Қозан айтишниклары сайт ясап берділер. Һәм нишләділер? Сбор ясадылар. 80 миллион ақша. Нишедір отнашында жидылар да сотып алдылар. Әлхамдülillah. Көрсәттілер Мәскеулерге де неше кішілерге керек? Һәм бүтін Россияға. Қазір екіншісі не ақша жиялар? Онда яртысымы жиылды инде, әлхамдülillah. Екіншісі әлі біздің алда тағын 22 метра. Ярар, міне мен енді жігітлерден алдым. Шол нелеріне әрбір регионның өзінің приложениесі бар. Қарағыз. Айтишниклар молодцы, конечно. Татарстанның өзінікі, ненің өзінікі. Итігінде көрседі, кім көп мө берді? Кеше біз жеңдік, Мәскеулерін ұзып кеттік. Татарстан ақшаны көбірек берді уже. Мәскеулер екінші орында. Әрбір регион бар. Міне шында мен енді жибердім, может быть, 100 кішіге жибергенміндір. Білесің, қойадыр Тюменға, қойадыр неге жиберем өзімнің танышларға. Егітлер меңа язалар. Хазірет, вот, рахмат сеңа за то, что ты нас подключаешь в эти благие дела. Анда нинди, анда квоталар саталар. Бір квота 5000 тұра. Сен алырға может бір квота, 10 квота, 20 квота өзің сатып аласың. 200 мыңға хатлік бер аласың. Все, андан дальше. Прямо сенің картыңнан ала. Даже карта забивать керек мен. Вот молодцы айтишниклар. Даже карта забивать етмесің, ярарғына дейсің, ол сразу сенен ала. Әланың бір ялғыш оң яғында кнопкасын бассаң, автоплатеж. 200 мың ала башлай. Иншалла, жұмға сайын. Бұл яқтан жігіттер молодцы. Но қарағыз. Міне шында дағын меңа язалар. Хазрат, а что у московских братьев денег, что ли, нет? А что они сами не могут, что ли? Или бір сөзі, у нас своих тут проектов полно, да и нам мечеть строить. Егітлер, қарағыз, мен сізден 5000 сұрайым всего. Бұл 5000 бір нәрседе хал етмейсізді. Ләкин біз бүтін Россиядан нашушлай қардаштар 5000 салсалар, біз Мәскеулерге де көрсетеміз. Ішлеп. Шулай бит енді, біз бүтін Россия, то есть бұл бит бәрекет. Ил түкірсе, көл бола. Мында түкіріге гөне. Мәселен, Риядан кетмесін, мен өзімді, мендегін шулай басып қарадым, кетті 5000. Но мен аннан, менің нәсем нашарламданнан, 5000 нәрсе енді ол, 10 кило ит. 10 кило ит битинді ол. Но зато менің үлішім нешледі? Кірді. Көп мүдір дәрежеде менің үжмақым шул болды. Нашуға көре
сатып алығыз ұжмақны. Бүтін кішіге мүмкіндік бар. Мен қазір айтмайым Мәскеуге беріп деп. Любой жерде, тігінде бір ятимге ярдам етер. Мұнда неге? Мен бет айтмайым миллион беріңіз деп. Бір мыңыңны бер, 5 мың. Кімге көп ме берген? Зато жәннетін алыра керек. Дальше кеттік. Соңғысы. Нәрсе дейді? Аллахны зікір етігіз дейді. Һәм Аллахны зікір етушінің мисалы дей. Шүлге шыққан yolшы кебек дей. Мына yolшы, путник бара. Аның артында дей, құралланған дұшман дей, аны қуып жетіп келеді. Қарағыз, көз алдына кетірдік. Мына пустыня, мына путник, бір ер кіші, біз барабыз. Һәм біздің арттан қуа кім? Дұшман, құралланған. Һәм біздің біргіне құтылу жолы бар. Біздің қаршыбызда крепость тұра. Яхи айта. Кім шушы крепостьқа кіреді, ол құтыла. Кім кірмей, ол халек бұла. Мына бұл путник, ол біз. Шүл – это наша жизнь. Арттан құралланған күшлі дұшман ол кім? Иблис. Иблис. То есть, Иблиске, тоқталы, мен Иблистен қошмейм, деп, один на один шығып боламы? Я же мастер спорта, там по карате, там по не, бесполезно. Міне, әгерде біздің арабызға бір оқытушы келіп отырса, 40 еллық, ол 40 ел математик оқытқан. Сіз аның білен бәхәсләшәсіз ме нешік математик оқытырға? Жоқ, потому что ол 40 ел ғұмырын шоңа берген. Шолай ма? Или врач мәсәлән, ол ғұмыр бойы операция жасаған. Сен аңа үйретесің ме? Операция жасарға. Ол ғұмырын берген шоңа. Ол университетлер бітірген. Ең бірінші клиенті Иблисінің кім болды? Кімні ұжмақтан шығарды? Әдемні. Стаж работы Иблисінің. Представляете примерно? Нинди гениальный кішілеріні ол жаханнамға жіберді. Нинди гениальный генияларыны, нинди фирғауын ол тупой болған ма? Нинди цивилизацияны дірсіл кетіп тұрған, табындырып кішілеріні. Арқасынан біргіне сыйпады да айтты, а не ты ли Бог на этой земле? Наверное, я, деді. Фахашара фанада. Аллах Тағала айтты, бүтін халықны жиді де, нәрсе деп айтты? Фақала ана роббукумул аъла. Я ваш Господь, наивысочайший. Алдады, жіберді жаханнамға. Қарағыз, әллерінде ақыллы, әллерінде күшлі лидерлар, нелер, императорлар, кете жаханнамға. Профессорлар, медиклар, академиклар, кете. Шуан көре аңа қылышыңны көтеріп шығып болмайды. Но бір құтылы жолы бар, крепость. Нәрсе ол? Аллахны зікір ету. Аллахны зікірде бұл. Ирта білән уяндың, Аллахны зікір ет. Бәдірәфкә кіресің, Аллахны зікір ет. Шықтың, Аллахны зікір ет. Утырдың үстел артына, Аллахны зікір ет. Тұрып кетесің, Аллахны зікір ет. Сіз аңлайсыз нәрсе турында сөз бар, нендей зикірлер, да? Ишіктен шығасың, Аллахны зікір ет. Үйге қайтасың, Аллахны зікір ет. Har bir otda Peygamberimiz ayta шайтан отыра, Аллахның исемін айтсаң, ол шайтан кетеді. Бисмилла айтып машинаңа отырдың, Аллахны зікір ет. Тау мінесің, нендей зікір әлі? Субханалла. Аллаху акбар. Тау түшесің, Субханалла. Братыңны көрдің, нәрсе деп айтасың? Ассаламу алейкум. Бұл зикір ме? Аллахның исемін айтасың. Ассалам. Сен Аллахның сәлемі, рахматы, бәрәкәті. Ва алейкумуссалам ва рахматулла. Зикір. Нешік халлар? Алхамдулилля. Зикір ме? Халың нашар? Ғала күлі хал. Бар халға да хам. Зикір ме? Зикір. Түшкірді. Нәрсе деп айт? Алхамдулилля. Зикір ме? Зикір. Ишіттің ме? Ярхамукалла. Зикір ме? Зикір. Қарағыз. Бүтін ғұмыр зикір. Қатының білән ятып ұйқласаң да зикір. Антма олды ғаңа. Шолай бет? Бүтін ебір зикір. Бүтін тұрмыш зикір. Мына шушы крепостьтан шықма. Шықтың екен, башың біті. Қала кетесің. Мына шуан көре 5-ші әмір Аллахны зікір етігіз дейді. Пейғамбар саллаллаху Аллахны зікір етуші білән, зікір етмеушінің мисалы мәйіт білән исән кішінің мисалы дейді. Кіші Аллахны зікір етмеген қалы бөлі. Бітті. Ол су кебек балыққа. Балықны судан ал, балық халак бола. Шуңа көре крепостьқа кіріп отырға керек, тезірек. Андан шықмасқа керек. Өлгенше. Өлгенше. Имам Ахмад, кім әлі ол? Хамбали мәсхабының негізінде тұра. Зур ғалим. Шолай ма?
имам Ахмад. Өлгенде башлана агония смерти, сакаратул маут деп атала ол. Яғни кішінің оңы кита башлай, үле башлай. Шунда имам Ахмадның ауызынан сөз шыға, қырындағылар ештелер. Юғалы деген, ләқат дей. Еще нет дей. Шунасын оңына келе, сұрайлар, неге сен бая айттың шулай деп дей. Имам Ахмад айта, иблис өзі келді дей меңа. Иблис келді дейм, қазір меңа дей. Хам айтты дей, Ахмад дей, ғұмыр бойы сен біле соғыштым дей, сен мені жеңдің деп айтты дей. Мен сені жеңе алмадым деп айтты дей. Мен аңа юғалы деп айттым дей. Әлі война продолжается. Не үшін әлі жан шықмаған? Солай ма? Иблис соңғы секундта имам Ахмадқа келіп нәрсе дей. Я признаю дей. Ты меня победил. Расслабься дей. И мен сені бәрем дей шушы уақытта. А имам Ахмад ол зор ғалим. Солай бет ол айта, жоқ дей. Пока борьба продолжается. Шуға көре өлгенші біздің соғыш бараша. Кім білен? Иблис білен. Крепостьтан шуға көре шығырға ярамай. Шуға көре нәрсе дейбіз? Я Аллах, ақыр кәлима біз бұл дүниядан кеткенде. Ла илаха иллаллах болсын дейбіз. Аллахны зікір етіп өлерге дейбіз. Аллах Тағала өзі разы болсын. Иншалла, мен енді бүгін сізге жеткіресі келген сөзімді жеткірдім. Уақыт әзгіне шықты даже. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Жазакумуллаху хайран.